шәкірттері сіздердің құрметтеріңіз үшін, баршаларымыздың құрметтеріңіз үшін бір тамаша дүние дайындап қойыпты. Ендеше ағаларымызға бір дөңтаяқты ұсынайық. Ал құрдастар, ұстаздар, осы 20 жылдықтың атап өту қарсаңында біз осындай бір аздаған тосын сый жасауды ұйғардық. Ол әрине тосын сый болғанмен мұғалімдерге тосын сый. Осында тұрған құрдастардың барлығы біледі, себебі бұрынғы алғаш мектеп аттаған бастап, сәттен бастап 11-ді бітіргенге дейінгі кездегі суреттер, материалдар жиналды. Соның қазір өздеріңіз тамашаласаңыздар болады. Ал енді құрметті сыныптастар, ұстаздар, бүгін мейрамдарыңыз құтты болсын. Қазақ айтады, ұмытып отырмын, ренжімеңіздер. Енді мен сөзге шорқақпын. Бұл бейне роликті біз дайындаған себебіміз кішкене осы 20-лықтан осы 20 жылдық аралығында бір ескерткіш ретінде, сосын естелік ретінде, сосын балалық шаққа саяхат. Сол мектеп кезіміздегі кездерді еске алу. Сондықтан мұғалімдер сіздерге көрініп тұр ма, ұстаздар? Көрініп тұр ма сіздерге? Көрінбесеңіздер шынымен жақын келіңіздер. Иә, біздің мектеп бітіргенімізге биыл 20 жыл болыпты. Өмір атты сынағы қатты әлемге аттандырған күміс қоңыраудың үнін естімегенімізге 20 жыл өтті. Арада сынаптай сырғыған уақыт өткен сайын, мүмкін біздер есейген сайын өткен күндерге деген сағыныш жүректі сыздата түседі. Алтын үйі мектебімізде бітіре салыспен, бір сыныптағы 60 бала сан саққа қарай батырай ұштық. Әрқайсымыз өмірде өз орнымызды табамыз деп оқыдық, отбасын құрдық, балалы шағалы болдық. Осындай қиын қуыт өмірмен жүргенде бір-біріміз іздеуге мұршамыз болмады. Бірақ көрген жерде бір-бірімізге деген туыстық сезіміміз суыған емес. Біздің кластың кешегі бозбалалары, саналы азамат, бойжеткен қыздары салиқалы ана атанғанмен 11 жыл бойы бірге оқып, бауырдай болып өткен сыныптастарымызды көрсек, кездесіп балалықтың балдәурен күндерін еске түсірсек деген құштарлық барлығымызды мазалағаны рас шығар. Тіптен арамызда бірін-бірі көрмеген 20 жыл болған сыныптарымыз да бар екен. Біздің Оралшы Досмандағы орта мектеп ауылдың шетін алабіне орналасқан еді. 31 ауылдың балаларына алтын үйі болған еңселі мектептен қарап тұрған қаншама ұрпақ қазір еліміздің түкпір-түкпірінде қызмет атқаруда, ұрпақ өсіруде. Біздің тұлғасын арманымызға ұқсататын, үлгісін көңілімізге қызататын ең алғашқы ұстазымыз Тұрсынхан, Жамал және марқұм Әниса апайлар. Қалдырған ісі мәңгілік, жанымызда тұрар жаңғырып, осы апайлардың бейнесі тек біздің сыныптың оқушыларын ғана емес, сол ауылда мектеп табалдырығын аттаған қаншама ұрпақтың көз алдында қолына қалам ұстатқан алғашқы ұстаз ретінде қалды. Ал біздің нағыз шырғымызды көрген ұстаздарымыз, класс жетекшіміз Гүлдана Көккөзова, Сарқын Чотбаева және Төлегенова Пәтиха. Біз мектеп бітіргенше қысы жазын 11А және 11Ә сыныптарының небір мінезді ұлдарымен, қылығынан қырсығын көп қыздармен өткізген апайларымыз бізге өмірдегі өзінде қайғымыздың ескексіз қалуын білдірді. Ескексіз қалмауын үйретті. Төлегенова Сайдалхан, Сухаева Оралхан, Әбішев Шарбақын, Айтақынова Әлия, Сәркеева Гүлбану, Байділдаева Тұрсынхан, Тоғайбаева Нұрбеке, Белғожаева Тұрсын, Шорманова Сайра, Ахметов Қана, Жарқынбеков Сұлтан секілді ұстаздарымызды әрқашан үлкен мақтанышпен еске алып жүреміз. Асау өмір арнасында шалқып сәби сезіммен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым, өзіңмен деген жолдарға бір-бірімізге деген қимастық сезімдерді сыйдырған
Сыныптастардың арасында да қазір біразы жоқ. Жалебеев Мұрат, Әбілханова Елзира, Керімқұлова Жауһар, Тұрғынбаева Гүлфар сияқты сыныптастарымыздың арамыздан ерте кеткені өкінішті. Ендеше сонау балалық шақтың құшағында қалып қойған мектептегі күндерімізді еске алайық. Жоғары классқа өтіп, мен сынып жетекшісі болып келдім. Сол кезде олар кішкентай балалар еді. Шаш кекілдері желбіреген, қыздардың тұмсықтары желбіреген, шаштары өрілген, әдемі қыздар мен жас балалар еді. Енді кейін 99 жылы 11-ші класты бітіріп, барлықтары жан-жаққа ұшты. Ал енді сол мектепте жүргенде менің ұлдарым өте жақсы ұйымшыл, барлығында ұйымдастыра білетін, қабілетті, талапты, зерек, білікті болды. Енді мұны айта кетсек, Елдосты ол мен арқалықта Нұрсанатта медалға ретінде енді онда чапа-чапты болды. Енді жақсы оқушылардың бірі болды. Менде ұлдарым ер заматта жақсы болды, ұйымдастырушы болды. Қыздарым да жаман емес, біздің класс жалпы жаман емес, құрамы жақсы болатын. Өте жақсы болатын. Тәрбие сағаттарын өте керемет өткізуші едік біз. 3 туралы тәрбие сағатын өткізген, 3 туралы тәрбие сағатын өткізгенде сол мектеп бойынша жақсы деген бағаға ие болды. Оқушылардың қандай керемет, қандай жақсы сөйлейді, қандай жаттаған, керемет өткіздім деп сондай енді бізде педагог болады ғой, сөзді айтып, жақсы керемет екен деген атқа ие болғанбыз. Содан кейін 2 класс жарысып ата-аналармен бірге қосылып, 2 класстың ата-аналары сонда қазақтың салт дәстүрі туралы өткізгенбіз. Батихан тәтекеміз бар, ол кезде Батихан тәтекеміз. Мен сондай қазақтың салт дәстүрлері туралы, қазақтың билері туралы тәрбие сағаттарын өткіздік. Üçüncü dereceli bank holdinginin iegeri
Бачқан апай жалғастырды. Бұл іспен эстафетаны мен қабылдап алып, 9 класста бұл жарты жылдығынан бастап бұл ісінің зейнеткерлікке шығуына байланысты Бачқан апай маған өткізіп берді. Шын мәнінде ол класты 33 бала аяқтады. Енді олардың емшілдігі берілген, енді бастауыштан бастап берілген тәрбиенің, білімнің арқасы деп есептеймін. Соларға алып кеткен балаларыма, ұлдарыма, қыздарыма менде алғыс сезімді білдіремін. Олардың небір керемет қызықты сәттері көп болды. Ұйықтап қалған сәттері әсіресе мені қуатбек жиі ұйықтап қалады. Бір жақсысы міндетті түрде таңертең келіп балалардың сабаққа қатысып отырған жұртқа кім келмей қалды? Сол түгелде менің парызым болады. Содан бір күні келсек Қуатбек жоқ. Үйіне залына отырып бардым. Үйі өте де алыс емес енді. Алыс балалардың үйіне де бардым, жалықпайтынмын мен. Барсам Қуатбегім тұрайын ұйықтап жатыр. Көрмені аштым. Оянбайсыз бедіңіз деп. Оны шықтым сасқа. Кешіріңіз апай, кешіріңіз деп. Сол шала шалдым, кейіне сол мектепке қарай шықты. Содан кейін Қуатбек сабақтан кешіп кетті. Осыдан 20 жыл бұрын бітіріп кеткен біздің сыныптастардың арасынан небір өз ісінің маманы болған азаматтар шықты. Атап айтсақ, ұзақ жылдардан бері мекеме басшысы болып, аттан түспей келе жатқан азаматтар, еліміздің ішкі сыртқы қауіпсіздіктеріне жауап беретін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері, жергілікті ең олық мамандық ұстаздық жолды таңдағандар, ақ халатты абзал жандар, бір мекеменің есеп-қисабын басқарып отырған бухгалтерлер, қашанда әділдікті той еткен заңгерлер, істің ақ-қарасын әділ шешетін сот қызметкерлері, қашанда жаңашылдықты қолдап жүрген IT саласының маманы, ел тыныштығын қорғайтын әскери қызметкерлер, туған жердің төсін түлетіп жүрген ірі кәсіпкерлер және тағы да басқа білікті мамандардың шыққаны ұстаздарымыздың бізге берген терең білімінің айқын бақытының жемісі деп білеміз. 20 жылдан кейінгі кездесу біз үшін мәні мен мағынасы зор кездесу. Енді жарты ғасырлық кездесуінде басымыз аман, бауырымыз бүтін қалпымызда аман жетейік. Достар, келсек те біз есейіп, бар қызығын өмірдің бір көшелік, 10 жыл өтсін, жыл 20, 3 жыл өтсін, амандық деген қашан кездесейік. Көңіл-күй қалай? Бәрекелді. Міне киелі Нарынқолдың төріне келіп сүбелі сөз айтайық деп жатырмыз, сатылап көрдім. Қаншама ауыл, қаншама үй көшіп кетті Нарынқолдан, кім озып, кім қалғанын Алла біледі. Ана Американың айбынды болғанменен біздің Бердібек ағаларымыз сияқты, Сағат Ашынбаев сияқты ағаларымыз сияқты тарланы жоқ. Европаның еңселі болып көрінгенмен шөбере сүйіп отқан ұстазы жоқ. Арабтар ақшаға бай болғанменен 4 мезгіл жауын-шашын қарлары жоқ. Жапондарда мындап пайдамағанмен айлы пайдағдала таулары жоқ. Қытайлар қара ормандай көп болғанмен біздікі сияқты бадаққа оратылған балалары жоқ. Ал менің айналайын қазағымның бала тума дейді бұл заңдары жоқ. Көк тудың астындағы сіз бен бізде шүкір деуден басқа сөз қалғаны жоқ. Бүгінгі 20 жылдық кешке келіп, қошемет соққандардың арманы жоқ десек арман жоқ. Ал ендеше мен тамаша Жапанда жазылмайса жазғы тұрым, Малғаптар ауылысының қарағырым, жылқының да бастайтын көземі бар, бұл сөзді кім бастайды менен бұрын деп жүрмесін деп, мен бүгінгі осы төрде отырған ұстаздар қауымынан, бүгінгі осы 2 сыныпқа сынып жетекші болып отырған апайларымызды асабаның алақайына тамаша ақ тілектің кезегіне шақырғым келіп отыр. Ендеше сынып жетекшілеріміз Батихан апайымыз бастағаны, Жамал апайымыз, Тұрсынхан апайымыз, Алтынхан апайымыз, Захан апайымыз, Гүлдана апайымызды тамаша көңіл күймен шәкірттердің ортасына тамаша бимен ортаға шақырайық. Кәнекей!
Hoş geldinizler. Бірекей сіздерді көріп отырған біз бақыттымыз. Бірекей осындай аналарымыз аман болсын. Аузымызға ақ сүт емізіп, шайнап бір тамақ жегізген, осы бір жарық дүниеге себепкер болып келтіріп отырған ақ жауапты аналарым аман болсын. Ендеше бірекей осы ұстаздар, осы барша шәкірттердің сырын білген, сіздер үшін ары-бері сыр жүгірген. Біз үшін ұстаздардың әрқашанда қымбат қой, әрбір күні күліп жүрген деп, біздің осы шәкірттеріңіздің алдында қартаймай, езулеріңізден күлкі кетпей, күліп жүруді Алла сіздерге нәсіп етсін. Ендеше осы шәкірттерге деген бір ауыз тілектеріңізді ықыластарыңыз болса, тарту етіңіздер. Ал енді қымбатты аяулыда шәкірттеріміз осыдан 20 жыл бұрын сендер мектепте балалық шақтарыңды жаңағы ойындарыңды ойнап, ештеңені ойламай балалық шақтарыңды жақсылап өткіздіңдер балалар. Есейіп ер жетіп, қанаттарыңды қағып, әрқайсысың әр тұсқа бір кірпіш болып қадалдыңдар. Барлықтарыңда өз жолдарыңды таптыңдар. Біз сол үшін ұстаздар сендерге ризамыз. Енді мен бұл класты 5-ші класстан алдым. Енді мына Бабаева Жамал деген ұстазымыз енді бастауыш класстың нағыз ең күшті маманы, өзі математик. Сол үстен мен алып 5 жыл балаларға дәріс бердік, тәрбие сағаттарын өткіздік, ата-аналармен жұмыс жасадық. Енді осы балалардың ішінде айрықша айтатын ерекше тәртіп бұзған балалар болған жоқ. Барлығы да ыммен түсінетін, көзіңмен ұғатын, көзқарасымен ұғатын балалар болды. Мен өзім 37 ұстаздық етіп, бір баланың маңдайына шертіп көрмеппін, және бір балаға жаман ғайбат сөз айтқан емеспін. Өйткені бізде педагогикалық тәртіп деген бар. Біз жаңағы ешқандай правамыз жоқ балаларды артық сөйлеуге. Міне сондай бір аяулы оқушыларымыз болып отыр. Енді осы балаларымыз 20 жылдан кейін Алтыныя мектебіне келіп, өзінің балалық шақтарын, ойнағандарын еске түсіріп, секіргендерін еске түсіріп, күлгендерін еске түсіріп жатыр. Қош келдіңіздер. 20 жылдық кездесулеріңіз құтты болсын. Енді адамға жақсылық жасасаң, сол жақсылық алдыңнан шығады дейді. Міне бізге жасап жатқан бір айдан аса болды, біз
кешін өткізіп отырған сүйікті менің шәкірттерім. Осыдан 7 жастарында болды, 20 жылға 11 класста оқыса қанша болады? 31 болады. Сол 7 жастарында алғаш мектепке келген кездерін, алғаш мектеп табалдырығын аттаған кездерін менің көз алдыма елестеп, сондай азаматтар мынандай дәрежеге жетті деп тура өзімнің туған баламдай сендерді соншалықты жүрекпенен еміреніп сүйіп тұрмын күндерім. Сендер менің бір ауыз сөзіме сөз қайтармай, менің айтқан білімімді, берген білімімді қабылдап, ең бірінші класста А класын алдым, 19 бала алдым ғой деймін сол кезде. Сол 19-ы да кейін жоғарғы білім алып дегендегі қуанғандағым сонда соншалық. Себебі білімсіз күн жоқ қазір. Сол әрқайсының мынадай менің бір классымның өзінен 6 врач шықты, қызметкерлер шықты. Менің бар еңбегімді сендер ақтаңдар деп ойлаймын. Мынандай туған жердің топырағына келіп, өз ауылдарында 20 жылдықта өткізіп жатқандар кішкене сиректеурек, көбіне дайын Алматының ресторандарында жасай салады. Ал мына туған жердің еске алып, келіп мынандай 20 жылдық мерекелерінде өткізіп отырғандарына көп рахмет. Аллам соны қабыл етсін. Енді мен осы балаларыма арнап бір кішкентай ғана ақын емеспін, бірақ бір-екі шумақ өлең жазып едім. Соны оқып беруге рұқсат етіңіз. Мұғалім болып ойланам, баламен де бала болып ойнағам. Шәкірттерім бестік алса мәз болып, қуаныштан нұрлы жүзім жайнаған. Мұғалімді білемін, сан жыл өтсе ұмытпайды түлегін. Ойлылық пен парасатқа меңзеген, нұрға бөледі шәкірттердің жүрегін. Мұғалімдер қиладан, бірін-бірі туысындай сыйлаған. Шәкірттерім таңдай білсе тура жол, бақытым да байлығым да сол жинаған. Қызығы мен қылығына тоймаған, ертелі кеш ойын қуып ойнаған. Жиналыпты міне бүгін құрдастар, жанарларда қуаныш күлкі ойнаған. Жарасымы бүгін тауып сәндерін, асқақтасын арман болған күндерің. Туған жердің топырағын айналып, тас қостыңдар бүгін міне бәрілерім. Арайланып әрбір күн мен түндерің, асқақтасын әндерің мен сәндерің. Туған жердің аясында тербеліп, шырқаңдар, билеңдер кәде бәрілер. Сүйікті де ең жақсы аяулы балаларым. Міне бүгінгі сендердің 20 жылдық тойларымен құттықтаймын. Әр уақытта қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Өз отбасыларыңмен және де достарыңмен әр уақытта қауышып тұрыңдар. Және де осы ең алғаш жаңада Жамал айтып жатыр, А-класын мен қабылдап алдым. Мен Б-класын қабылдап алып, сол балаларымды өз күш-жігеріммен оқыттым. Ешқандай менің сөзімді жерге тастаған жоқ оқытқан оқушыларым. Әлі көз алдымда, әлі де сендер кішкентайсыңдар, маған ер жеткен жоқсыңдар. Сол балалық шақтарың әлі көз алдымда, жаңа отырып өзім әрқайсыңды көз алдымнан өткізіп жатырмын. Міне, енді сол оқушының бірі мысалы жаңағы Берігім
мамасына үйге барған кезде мамасына айтады екен, той осы балалар бір қызық мама, осы біздің Тұрсынхан апайдың шашын тегі ағартып тіптен тегі тілін алмай кейбір оқымай кетеді, неге солай екен деп сөйтіп мамасына өзінің сырын айтады екен. Міне сондай әр оқушының өз қылығы, өз жүрісі, өз күлкісі әлі көз алдымда. Мінекей жаңа арманым отыр. Арманым қандай бала еді мінекей. Сол арманым мінекей үлкен жігіт болды. Бұл арман өзінің апасының тәрбиесінде болды. Әлі де өзінің есінде шығар. Сол апасы арқасында көтеріп, арқалап, алдыма келіп Тұрсынхан-ау, мынау арманымды бір адам өзінің бір әркімді танытып оқытшы, басқа классқа апарғым келмеді деп. Міне, өте ерке болатын. Мінекей, ана партаның астына кіріп алып шықпай қоятын. Еркелігі соншалық. Әйтеуір алдап сұлап кәпитімді беріп жатып, әйтеуір арманым жақсы деп. Мінекей, соның кейін тіпті не қылмағаннан кейін мамасы марқұм болып кетті. Соның кейін білдімді, соның кейін мамасын шақырып, сен ана апаның несіне көп бұлай сене берме. Мана арманды бір үлкен жақсы жігіт болсын деп ойласаң, өзің мына арманды қолға алғын. Еңбектеніп мына әріптерді танысын деген арманым мінекей үлкен жігіт болып, мінекей бір отбасылы болып отыр. Шырағым айналайын. Мінекей сол сияқты мінекей отыра ғой шырағым. Сондай әр баламның мінезі әрі көз алдында, әрқайсысы еркелеп, жаңағы ойма сылып, мына ел досым да мінекей қасыма келіп жүгіріп, апай, тексерілмеген дәптерлеріңіз бар ма, арасында менде көмектесейінші, сізге жаным ашып кетті. Сол кезден мінекей байқоға болады екен мінекей. Соның кейін 4 сабақ біткеннен кейін алып қалам бұларды. Жақсы оқитындардың да, нашар оқитындардың да. Мінекей айтып, миларына құйып, көмнесе осы көбейту табисасын сұрай берем жатыр. Кейін үлкейге осы сендерге керек болады деп. Мінекей, сөйде оқытып жатқанда марқұм болып кетті. Бастауышта Төкенова Несімжан апайларын берді ғой. Естерінде ме? Мінекей. Сол кіріп келеді Несімжан, Тұрсынхан-ай, тегі мына балалардың бейін шыртып жібердіңдер ғой. Мына классының ауасы тегі әйбәт болып кетті деп. Сол бір артық ала салып, сірітке чағып, сол классты ала салып. Міне жігіткен балаларым мінекей. Жаманымен Құдайға тәуба. Міне осы 20 жылдыққа жеткізгенде мыңда бір рахмет. Әр уақытта аман болыңдар. Өз орындарыңды табыңдар. Қастарындағы жұбайларыңа кешірімді болыңдар. Балаларыңды өздерің сияқты жақсы тәрбиелеңдер. Енді ары қарай соза бермейін. Созып кетеді. Енді мына бір өзімді керемет енді ақын емеспін. Бір кішкене мына бір жүргізіп бағымды қабыл алыңдар балаларым. Ана классының балалары, бала-шағаларын жинап отырыптар. Көбісін ашуқтарын тағып жіберіп қойыпты деп атады. Оқушыларыма білім қостым ба, білмедім, сіңірдім бе? Тәрбие бойларына азырақ арнап тұрмын тілегімді. 20 жылдық кездесу тойларымды есіме алсам кішкентай кездерімді. Әлі бала сезінем өздерімді. Екі қолы алға ойып партаға, елестетем жәудіреген көздерімді. Ойнадыңдар балалықпен. Білім алып, үй болып, маман болып, бой жеткен ағалықпен келіпсіздер.
есейіп, қайда жүрсең де жолдарың бола берсін, қашанда құшағың қуанышқа тола берсін, әрқашан әр күндерің жарқын болып, қиналсаң қызыр бабам келсін қастарыңа, өркенеп, өсіп-өніп дендерің сау, бақ пен дәулет орнасын бастарыңа. Білемін бұл үлкен құрметтерің, ұстазға, мектепке ақ ниеттерің, сендерге ризамын балаларым, өз қолымнан ұшырған түлектерім. Тура биліктің өлеңіне ұқсайды екен апайдың өлеңі. Осыдан 20 жыл бұрын Досуатында мектепті бітіріп, өмірге қанат қағып ұшып, 20 жылдан кейін кездесіп отырған түлектеріміз. Бүгін мінекей кереметтей кездесу жасадыңдар. Сендерге мың алғыс. Қазақтың көрнекті қоғам қайраткері, ғұламасы Ахмет Байтұрсынов аталарың айтқан ғой, балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын. Сол балам деп сендердің маңдайларыңнан сипап, өзінің баласынан кем көрмей, білім менен тәрбиені қоса беріп, осындай дәрежеге жеткізуге үлес қосқан ұстаздарыңа мың алғыс. Сол ұстаздардың еңбегін жеңілдету мақсатында ата-аналарың да үлкен еңбек сіңірді. Ата-аналарыңды өмір бақи аялап құрметтеп өтіңдер, қымбатты біздің оқушыларымыз. Өйткені үйдегі қамқоршы ата-аналарың болса, мектептегі қамқоршыларың ұстаздарың болды. Сол екі жақты және өздерінің еңбектерінің арқасында осындай деңгейге жетіп отырсыңдар. Абай аталарымның, қазақ халқының ұлы ойшылы, философ, мынандай бір қара сөздерінде ұлағат сөз бар ғой. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Басқадан озын деген бекер деген, ақымақтық деген. Мінекей, осы жақсы нәрсенің бәрін бойларыңа дарытқан ұстаздарыңа мықты денсаулық тілеймін. 20 жылдыққа келсе енді сендердің 30 жылдықтарына да осы ұстаздарың аман есен төрт көз түгел келіп қатысып, сендердің қуаныштарыңа ортақ бола берсін деп тілек айтқым келеді. Соның нәтижесін, жаңағы ұстаздардың берген еңбегінің нәтижесін бүгінгі жаңағы өткізген, кешеден бері, бүгін емес, кешеден бері өткізіп отырсыңдар ғой. Осы ауылдың халқы үшін, осы ауылдың жас өспірім балалары үшін бұл есте қалатын нәрсе. Үлкен қайырымдылық шара. Жаңағыдай қайырымдылық көмек беріп, мешіттің қасындағы жаңағы астана салуға үлес қосқан. Сонда сендер халық үшін, туған ауылдарың үшін үлкен үлес қостыңдар. Бұл кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ол үшін мен сендерге алғыс айтамын. Жолыққанда жолдарың болсын. Әр күндерің сәтті өтсін. Қосақтарыңмен қоса қарыңдар. Мына отырған ұстаздарыңның жолы беріп, қосақтарыңмен қоса қар. Үйленбеген жігіттеріміз, қыздарымыз болса, әлі де кеш емес, ештен кеш жақсы. Бір бастарың екеу болуына тілектесуге жағдай. Сапайларының ақсамайлы жолдарын беріп, сендер де ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырып, немере
Мен сұраныс айтып беремін сіздерге, ән жолдағым келіп тұр. Көзген апай мен Артыққан апай күтіп қалмасын. Құрметті балаларым, қыздарым, өзіміздің оқушы кездеріндегі уақыттың бәрін бастауыш класста оқытқан ұстаздарым туралы айтып кетті. Енді менің айтатын ештеңе қалмады. Мен айтайын деген сөздің бәрін айтып жатыр. Сол жақсылықтың барлығы сендерге қабыл болсын сұрақтарым. Bir бастарым 2 бас болды. Сендердің сондай бір жақсы үлгілі азаматша болғандарыңды көріп, бүгінгі күні сол кездегі оқушылық кездегі көзге елестеп отыр сұрақтарым. Келіндерді алып, кішкентай бөпелерді ертіп келіп отырсыңдар. Міне жастарың ұзақ болсын, кішкентайларың үлкен жігіт болсын. Енді балам болғанда білесің дейді. Енді сендер осы ұстаздарың сияқты сол балаларыңның тілегін тілеп, ел жұрттарыңның тілегін тілеп, сондай қадеп боласыңдар сұрақтарым басталасың. Сендерге мыңда бір рахмет айтамыз. 20 жылдық кездесулер құтты болсын. Бірінде бірін жаңағы жүрсеңдер де, араласып жүрсеңдер де көре алмаймыз ғой, мынандай отыра алмаймыз. Мына ұстаз ата. Мына бір бүгін жақсы болды. Бірімізді біріміз көріп жатырмыз. Өздерінде бірлерімен бірлерін көріп, кім қандай болды, қанша кішкентайлы болды, кім шаңғырып көтеріп жатыр, міне соның бәрін көріп келіп отырсыңдар. Айналайын, мына 20 жылдықтарың ең негізінен құтты болсын. Жастарым ұзақ болсын менің тілейді. Енді менің сол кездегі оқушым өзім балам Беко үйдің қасында тұрады. Менің есімде ғана. Ылғи жаңағы ауылымның түтіні қымбат маған деп жүгіріп шығасақ, өлеңін айтып қайтып үйге кіреді. Сөйткен міне Беком қазір өзімізді үміттеп үлкен жігіт болып жатыр. Барлықтарында рахмет. Ешкім өз ойларымен, өз мақсаттарына жетіп, кішкентайларыңды өсіріп жатыр екенсіңдер сұрақтарым. 100 жасқа келіңдер, кішкентайларың аман-есен болсын, өсіріңдер қыздар. Сендерге амандық тілеймін. Осы біздің жасымызға келіңдер. Құрметті қадірлі 99-шы жылдың 20 жылдық түлектері. Енді мына кездесулер құтты болсын. Енді мына көп кісілер бағанадан бері ұстаздар айтып кетті. Енді менің айтайын дегенім, жақсының жақсысын айтып, нұртасын жаманын жаманын айтып құттықтасын дейді. Осыны ұйымдастыруға жүгірген, ұйымдастырған Берік, Елдос, Нұрсамат, Берік ол, мына жерде өзімнің классым оқушыларын айтып кетейін да, мына жақта Арман, Қамар, Талғар, қыздарым Самал, Марина, Гаухар, Әсет деген анау аталықтан ақтерлеп келіп отыр. Айналайын 20 жылдық мектеп келіп, осы қошеметтеп, құрметтеп, класстастарымды көрген көзімір ғанибет. Мен жаңа осы аты тауған балаларға мыңдап рахмет айтамын. Қазақта айтады ғой енді, артық кетсем кешіріңдер, қазақтың мақалы болады оғынан деп. Бұлар бала кезінен осындай болады. Алғыр болатын, зерек болатын, тиянақты болатын істеген істері. Қай іске жұмсасам да соғысты тиянақты болында аяқтап кетеді. Енді мына менің балаларымды құрметті осы 20 жылдыққа абзал келіп отырған мына келіндерге рахмет. Балаларымның келіндерге рахмет. Күйеулерге рахмет. Бір жаңадан алды бас шығарып, бір жеңден қол шығарып дейді ғой, неге сондай ұйымшылдықпен келіп, өзінің жолдастарын қошеметтеп, құрметтеп, неге 20 жылдықтар болып жатыр екен, барсақ барайық, көрейік, Нарықолды көрмеген кісілерді отырған шығар, Нарықолды көріп, неге Нарықолдың адамдары қандай екен, көктері қандай екен, мінеки соны көріп отырсыңдар. Жаңа келіндер мен күйеу оларға мыңдап рахмет.
енді солар балаларымды есейтіп, ер жетіп, ұлдарымды ұяға, қыздарымды қияға ұшырып, қартайып, жақтарыңыз көрсе жамандық көрмейін. Тек қана жақсылық болсын сендерде. Аман есен келдіңдер, аман есен ойнап күліп, тойлап, 20 жылдықты қошеметтеп, құрметтеп, жақсылықпен аяқтап қайтайық бәріміз. Аман болыңдар. Құрметтеріңе. Les soirs d'été, le jardin se tait. Au matin, les brebis reviendront. La rivière fuit, et Moscou vient à l'horizon. Мына дауысты күтіп баптау керек, болашақта әнші болайын деп тұр екенсің. Бәрекелді, ендеше бозторғай қойысында заман болсын. Апайларым баршаңызға жарар болсын. Апайлар, сіздерменен қол ұстасып 100 жасқа жеткенше аман болсын. Кішкене мұжыма қалып, артық сөйлесіп, кешіріңдер, себебі 20 жылдан 30 жылдан бері сабақ өтпей, соның сағын қайтыс сөйлейін деп сөйлеп жатырмыз. Ал ендеше осы апайларымыздың артынан мінекей болатын іске бата беретін халықпыз. Мақтанберді бабамыз айтпақшы, өзім бір бөлек шайнасам, жігіттен нөкер сайласам, ойпаң жерде ұлытау, құлынымды шаймасам, пышағым малдан кетпесе, қазаным оттан түспесе, бір кісілік табағым 10 кісіге ас болар деп қазақтан қарасынан қанына дейін тартылатын үлкен асымызды тартып етейін.
болsun. Ендеше қазір әріміз одан ары шырқай жатармыз. Ал бәрекелді. Ендеше мамаңыздан барып мені сұрап қойыңыз, музыкантты сұрап қойыңыз, сөзін айтамыз. Ал ендеше бүгінгі дүбірлеген, мереке дүбірлеген тойларыңыз құтты болсын. Ендеше қазір мына жерде ұйымдастырып жүрген бүгін берік айтып жатыр. Бүгінгі біздің осы жайылған дастарханда 7 дастархан жайылып, ең көңілді отырған дастархан болса бір сый-сияпатымыз табыстайық, сый-сияпат бізде бар деп жатыр. Ендеше бүгінгі 20 жылдық кездесуде ең көңілді отырған дастархан қайсысы? Azlarımızda bol koyulacak. Osmanlılar şürek sırayı, Ramazan'da işinde şürek sırayı. Yeni kömürde oturmaktan sarkan kaysa! Çok yakınacak sorumlu değil basın. Son bir sırayı. Yeni kömürde oturmaktan sarkan kaysa! Қазақ деген қаза береді, ғасырдың ашқан қақпасын деп бір тамаша берекеміз ай деп әр қазақтың шаңырағында берекеге толы болсын. Сіздердің құрметтеріңіз үшін. Ay degende
Senin bir қазақ тілге бай тілге шешен халық жаңа абайларымыз әр сөзін мақалға түйіп айтып жатыр. Әр сөзін мақалға түйіп айтып жатыр. Ендеше мен бір сөз құрайын. Сый-сияпатты беріп дайындай беріңіздер. Кішігірім подарок болсын, бізден де үлес болсын. Ендеше бір сөз айтам, соған бір мақал құрайық, ортаға келіп. Тапсақ бір сұрақ қояйық. Одан кейін сый-сияпатын сіздер табыстап тұрыңыздар. Ал ендеше оң жақ қанат, сол жақ қанат болып бір тамаша бір ойын болсын. Мақал мәтелден жарыс. Ендеше қазақтың әр сөзі мақал мәтел халықпыз ғой. Ендеше болат бізге бата берген халықпыз. Бата деген сөзге мақал. Білетініміз ортаға шығайық, бір тамаша көңіліңізбен, сый-сияпат табыстап отыр. Кім? Келіңіздер. Шыңғыздар ортаға. Есіміңіз? Берік Молаға. Бата деген сөздің мақалы? Елден алтын жинағанша бата жинады. Қабылдаймыз ба? Апам, мен айтам дейді. Бата менен ел көмірі, жан менен жел көмірі. Дұрыс па? Шапалақ ұрайық, шапалақ. Апай, бата менен жан мен жел көмірі деп жатыр. Енді мен бір сұрақ қояйын. Соны тапсаңыз сый-сияпат ошынға алып келейік. Қандай сұрақ қояйын? Оңай сұрақ бар, жеңіл сұрақ бар, қиын сұрақ бар. Қандай сұрақ? Ай, аман шуатын орындады. Ендеше ең жеңіл сұрақ. Еркектің қолы қай уақытта ұзарады? Еркектің қолы бала болған. Дұрыс па? Шапалақ өздімен онда мен жауабын айтайын, сый-сияпат әкеліңіз жетекшілерімізге. Еркектің қолы әйелдің тілі ұзарғанда ұзарады деп. Шапалақ! Ендеше еркек деген сөзге мақал. Еркек. Келіңіз. Мына мақал қайдан естіген жоқ пе? Шапалақ ұрыңыздар. Мира. Еркек деген сөздің мақалы? Еркек үйдің егесі. Еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі. Дұрыс па? Дұрыс па? Шапалақ. Оңай қиын жеңіл сұрақ. Қандай сұрақ қояйын? Білмеймін мен. Любой ма сізге? Маңдайыма жазба сұрақ қойыңыз. Маңдайыңыздағыны оқи алмаймын ау мен. Бәрекелді. Ендеше бір жеңіл сұрақтың бірін қояйын. Ең жеңіл сұрақ. Негрдің баласы туғанда тісі қандай болады? Негрдің баласы туғанда тісі қандай болады? Дұрыс қой. Тісі жоқ болады екен. Жоқ болады. Шапалақ. Ал тағы да сұрақ. Ал ендеше дастарқан деген сөзге мақал. Дастарқан. Қазақтар бар ма негізі? Дастарқан. Келіңіз. Шапалақ. Оңтақ қанатын қыздар келіңіз. Жақсы жақсылар. Рахмет. Есіміңіз? Майгүл. Майгүл. Дастарқан деген сөздің мақалы? Ұлыс оң болсын, дастархан мол болсын. О не, так мол болсын. Аны қабылдамай жатыр ана. Дұрыс емес деп бар. Бар ма дастарханға байланысты? Апа бар ма? Дастарханға не қажеті бар деп тұрмын? Дастархан мол болсын, қабылдаймыз ба? Маяқта, кел шаң. Қатесіз дейді бар. Шапалақ. Дастархан деген сөздің мақалы. Берекелі үйдің дастарханы жиылмайды. Міне мақал. Жігіт. Бәрекелді. Оңай қиын жеңіл сұрақ. Лебой. Лебой деді. Лебой. Соған қараған дені бұл кісі шешеді ол. 49 пен 99-ды қосқанда ортасында неше 9 бар? 49 пен 99-ды қосқанда ортасында неше 9 бар? 9 бар. 9 бар дейді. Санайық.
49, 59, 69, 79, 89. Dürüst mü? Dürüst. 69 diyor bana bile. Apaylar niye okutasızdır mı? 109 var deydi. Onda men cevabını aytayın esinizde esleringizde bolsun. 49 ben. 99'ды қосқанда ортасында 16 бар екен. 49, 59, 69, 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 16 шапалақ. Sizce bakalım. Енді ең қиын сөз. Енді міне бала шағаны егіп тұрып жатырмыз. Өссін деп жатырмыз. Ендеше бала деген сөзге мақал. Келіңіз дейді, ортаға келейік. Кім болса да келіңіз. Есіміңіз? Қанат, не қылып жүрсіз? Бала деген сөздің мақалы? Бала үй базар. Баласы үй базар. Дұрыс па? Шапалақ. Енді оңай сұрақ, оңай сұрақ, қиын сұрақ, жеңіл сұрақ, қандай сұрақ? Средний. Средний сұрақ. 90 жасқа келген әжеде не болмайды? Тістері болмайды. Тіс болмайды, дұрыс па? Керек еді. 90 жасқа келген әжеде ене болмайды. Ене болмайды. Шапалақ. Бәрекелді. Тағы да. Ал ендеше. Қарт деген сөзге мақал. Қарт. Келіңіз. Шапалақ. Ол жаққана соғыс батыр кәдімгідей. Уже симпатичная көрінеді. Нежная, красивая, с ней гигиена модная, с ней удобная, чуть-чуть менее нервная көрінеді. Бәрекелді. Шапалақ. Есіміңіз? Гүлмира. Гүлмира. Жаңа мақал қандай? Карты бар үйдің қазынасы. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Дұрыс па? Шапалақ ұрай, көріп болмасын. Қандай сұрақ оңай қиын жеңіл сұрақ? Бұйырғаны. Бұйырғаны көрейік онда. Бұйырғаны. Ең соңғы шығатын тіс. Ақыл тіс. Ақыл тіс, дұрыс па? Мен сомнение ұстап отыр уже. Дұрыс, кім айтып отыр? Протез екен ғой, протез. Шапалақ ұрай, шапалақ. Ал ендеше міне жақта міне мынаңыз. Ал ендеше тағы да бір сұрақ. Енді орамал. Кесеңіздер шыққан. Ерекше қызығынан тағып бұл кісіге өзі. Орамал деген сөздің мақалы? Орамал ком болмайды жол. Дұрыс, шапалақ ұрайық. Оңай қиын жеңіл сұрақ. Орташасынан көрейік. Асабада не болмайды? Той сияқты. Асабада не болмайды? Что-то мен түгін деп отыр. Асабада не болмайды? Жақ болмайды. Берейік. Асабада жаман тілек болмайды. Жаман тілек болмайды. Шапалақ ұрайық. Ауылда тұрмыз енді. Ауыл алтын бесік. Ендеше ауыл туралы бір мақал. Келіңіз. Қыстарға шапалақ ұрайық. Гүлнұр, ауыл туралы мақал? Ауылым. Мен күн қайта тұрмыз. Ауыл туралы мақал тағы да. Сынып жетекшілер қарап отыр. Көрінген таудың алыстығы жоқ деген дейсің. Қандай ауыл туралы мақал? Келіңіз, сізге болады. Ауылдастың аты озғанша жақындарын таяусын деймін. Ағайынның аты озғанша ауылдастың таяусын. Апа дұрыс па солай ма? Қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз дейді. Келіңіз. Сол жақ қанаттан енді сізден әдейі алып отырмын.
ендеше аққу сияқты қанаттарын қаға берсін осы достар. Көгершін сынды осы балапандарды баға берсін. Қарлығаш сияқты осы Нарынқолдан Алматыға дейін жетісудың жеріне сол балалар үшін үйін сала берсін. Енді келіндер, әпкелер, жезделердің құлағын алдын сырға, тауық сияқты таба беріңіздер. Ата әже немере баға берсін, ағайын бір қошемет соға берсін деп жатырмыз. Ағайын ешемде ағыласы мен бұғыласы отырмыз ортада. Солай ма? Ағыласы қайда? Бұғыласы қайда? Тәді кетпеңіз, мен әдей алып қап отырмын ғой бір жерге. Екеуіңіздер оң жақ қанатымда бір періште, сол жағыма бір періште алып қап отырмын. Бәрекелді. Қазір ұнағанын айтамыз. Мен қазір ағыласы қандай дегенде адан келетін бір мақтаулар айтайықшы. Ағыласы арыстан деп жатыр еді ғой баяғы. Сол сияқты бір тамаша. Я, бұғыласы айтады, я? Ағыласы қандай дегенде бұғыласы айтсын. Ағыласы, сіздер сондай болғансыздар ма? Өздеріңізден сұрайық қазір. Ағыласы қандай болған? Ақылды дейді. Ардақты аяулы дейді. Ақын дейді. Алғыр, ақын дейді. Қандай? Алтын болған дейді. Тағы. Аңқау болған дейді. Аңқау болған дейді. Мынандай тегеуді көрмеуім кешті. Аңқау дейді. Шапала. Не деген қарғыс десеңші? Ағыласы аңқау деді. Сіз қай тұрасыз? Мен өзім ағыласын оқыдым. Ағыласы аңқау, сауана жалқау деп мазақтайтын бұрын. Ағыласы тестімейтіні сондай деді да, бұғыласының ішінен бір жігіт шықты да, сендерге 1000 теңге деді да ұстатты тәтемен. Бұғыласы балалар қайда? Қайда бұғыласы балалар? Риза болып, қуанды да ағыласы сондай деді да, 1000 теңге ұстатты. Шапала құрай. Барма бұғыласы балалар қайда? 1000 теңге қимай отыр. 1000 теңге ұстатты. Оп, бәрекелді, шапала. Оп, ұстатты, міне, жігітше. 1000 теңге, рахмет аға. Светіңіз бозарып кетті ғой шөз. Бәрекелді. Взятка емес. Взятка емес, 1000 теңге. Сіз енді тамаша теңге айтып атқаннан кейін. Есіміңіз кім еді? Бағила. Бағила, қыздарыңызға қошемет. Отырыңыз. Шапала, 1000 теңге. Бұғыласы қандай дегенде бір с әріпіне келетін теңге айтайықшы. Бұғыласы қандай? Ойбай, симпатичный деген сөз бар екен. Сабырлы дейді. Салмақты. Батырдың не қажеті бар? Сыйлы. Салиқалы. Ойбай, сиқыршы мынау еді. Сиқыршы дейді. Кеше аға. Шапалақ. Бұғыласы қандай көп педіздер не? Сиқыршы көп педіздер не? Осы сөзді естіген жаңағы Бағила 1000 теңгенің үстіне 1000 теңге қосып ағама ұстатты. Шапалақ. Қайда Бағила? 1000 теңгенің үстіне 1000 теңге қосып да ұстатты ағама. Шапалақ қай. Деп айтқан үшін бұл 2000 болған аяқ. Бәрекелді. Сиқыршыға сиқыр ретінде 1000 теңге дейді. Рахмет оған. Аға енді 1000 теңгені алып кетіп жүрме, таппай қалып жүрме қазір. Бәрекелді, жақсы. Ал енді біздің ұстаздар қандай болды екен қазір? Көрейік. Ұстаздарымыз қандай болды енді? Ұлағатты ұстаздарымыз не дейді екенін мен мыналар қорқып тұр мыналар. Сиқыршы, аңқау деп мыналар өздерін жақтыртпай жатыр ұстаздар. Не дейді екенін білмей отырып мен шығар. Ал біздің ұстаздар қандай болды екен? Біздің ұстаздар ойбай, асылы жанды мен әлі айырбайды. Ұстаздар қандай дегенде бұл әріпіне келетін бір тамаша теңге байды. Біздің ұстаздар қауымы қандай? Білімді, бақытты дейді. Батыр, бағалы, бейнемді.
дегенге апайлар қалай көзқарастарыңыз? Дұрыс болса шапалақ ұрайық. Апа бүйтті. Бриллиант деген сөзді естіп тұрды да 2000 теңге алған сиқыршы сізде 3000 теңге ұстатты. Қайда кетті? Ай, шапалақ ұрайық, келді ортаға. Мен егер нәтиже жолмен Каспий болып қаластырамын. Каспий голдқа дейді. Пароліңізді. Каспий голдтан шығара алмай қалып жүрмейік қайта. Шығара алмаймыз жерде. 4000 теңгені таппай жер болып жүрмейік ме жерде? Шығарамыз ба? Шығарамыз дейді. Каспий голд өздеріңізде. 3000 теңге самалға кетті. Ал біздің енді бөліп жарылмайық енді. Бүгін 82-ден 20 жылдық кездесіп жасалады. Ендеше осындай. Біздің достар қандай екен біздің? Екі кластың арасы қандай? Ауызбіршілігі мықты. Кешегі Қабан жыраудан бір кісі келіп сұрады. Бақ қымбат па, байлық қымбат па? Бала қымбат па дегенде көсем сөздің көкжалын Қабан жырау. Бақта, байлықта, балада қымбат емес. Ең қымбатсыз мен біз деді. Сіз біздері таусылмай жүрген мінекей жігіттің 3 досы болады дейді. Біреуі жағасы жыртысқанша, біреуі мұрнынан қан шыққанша, біреуі кеудеден жан шыққанша дейді. Осындай ақыреттік достар отырған жағдайы бар. Ендеше біздің достар қандай деген кезде бір тамаша кез келген әріпте бір теңеу айтайық, иә? Біздің 82 жылдар, 22 сөз айтсаңыздар да жетіп жатыр. Ендеше біздің достар қандай? Үйімшіл, мынандай деген болсын. Апай тұршы. Үйімшіл. Супер. Ой, қатты шыға қойсаңдаршы. Керемет. Бауырмал. Бетке ұста. Достыққа бер. Тамаша. Қол ашық. Қол ашық жігіттер бар екен ғой бізде. Қол ашық жігіттер. Қол ашық деген себебі кеше мен ойлаған жоқпын. Мұғалімдерге подарка жасап, мұғалімдер сыйлайық деп келгенбіз. Сол күнге ана спортивный соревнованияны өткізіп біткен соң Жағаталдың жағасын қарасам 15-20 жігіт тойлап тұр. Барсам сол жерде Серік бар, Жертер бар, Ақкөк, Талғат, Асқат, куә жігіттер тұрыңдаршы кеше, куә жігіттер орындарда тұрыңдаршы кеше. Маған бір тай атқан кездегі жігіттер, куәлер тұрыңдар. Асқат қайда, Ернат тұрыңдар, куәлер. Тұр, куә. Серік тұр. Осы жігіттердің көзінше Ержан деген досым маған бір тай мінгізді. Осыны қол ашық демей не дейсің? Ауылға кеп, қайтып барады. Құдай бұзса түспегі соңында сояламын деп отыр. Ержан достап бары. Ержан көшіп кеткені? Беріктегі айтып жатыр дейсіз, қолы ашық деп. Жаңа 4000 теңге шаға келіп бармасын деп жатыр. Сол 4000 теңгеге 500 теңге қосып берікке келді. Қайда кетті жаңа 4000 теңге? Қайда? Каспий голдтан шықпай қалмасын деп айттым ғой. Қазір соғыз заман Каспий голд. Бітті ол Каспий голдқа түсірмеген шығушы ме? Мен де білгенмін сол шықпайды. Нәлешке деген жүрмейді деп жатыр. Ендеше апайлар, сіздер аман болыңыздар. Сіздерге мен құр бол келген жоқпын. Жаңа Каспий голдта 4000 теңге бар еді. Сол шашу қылып сіздерге шашайын дегенмін негізі. Самалдың ойында шапалақ кеткенше самал шашақ болды. Ал аңдастар жайғаса самал. Ол да 4000 теңге апайларға кетті. Құтылдым ба өзім негізі? Құтылдым деп отырмын. Негізі қазір мен осы тамаша бір сөздің кезегін ұсынғым келіп отыр. Бүгінгі Жартос мектебінің директоры келіп отыр екен бұл жерге. Ағамыз бастаған біздің пән мұғалімдері отыр осы жерде. Жаңаға сынып жетекшілерінен кейінгі пән мұғалімдеріміз отыр. Осы ұстаздар қауымы сіздерді шақырғымыз келіп отыр. Ендеше ортаға асабаның алақайынағы тамаша көңіл күймен біздің пән мұғалімдеріміз.
ұстаздарға 25-ші бұл елге мейрам ғой. Сондықтан мен бірінші мұғалімдерді, ұстаздарды құттықтап қояйын деп едім. Егер өмір алтын болса, зергері оның мұғалімі. Егер өмір теңіз болса, гауһары оның мұғалімі. Егер өмір жүзік болса, оның көзі мұғалім. Егер өмір ақыл болса, оның сөзі мұғалім. Сондықтан бүгінгі осы жерде отырған және де Оралхан Досым орта мектебінің ұстаздарын осы мерекемен құттықтаймын. Екіншіден, мінекей 20 жылды артқа тастап, бүгін түлектер бізге осындай құрмет, сый көрсетіп отыр. Сондықтан олардың дендері сау болсын, бала-шағаларының қызығын көрсін, еңбектерінде ылғи да табысты болсын. Сендерге қарап, шынында да біз мінекей сендер өсіп отырсыңдар, біз 20 жыл кейін сендерге қарап, біз жасарып отырмыз. Сондықтан ылғи да осындай бірліктерің таусылмасын, бір-бірлеріңді ұмытпаңдар, ұстаздарыңды ұмытпаңдар. Мына алыста сендерді сонау қалаға, Қазақстан жан-жағына жіберіп отырған ата-аналарыңды ұмытпаңдар, туған жерлеріңді ұмытпаңдар. Үстіп бастарыңды қосып, жиі-жиі кездесіп, балалар да, кейінгі ұрпақтарың да бір-бірін танып өмір сүрсін. Сондықтан бүгінгі сый құрметтеріне үлкен рахмет. Шәкірттер, сендердің мына ұстаздардың орынсыз қатқан басын, мезгілсіз ағарған шашын құрметтеп келгендерге көп рахмет. Мен көп сөйлемей қояйын. Сендерге 7 жыл бойы сабақ бердім. 7 жыл мен сендердің миларыңды қашадым. Сендер менің миымды тырнадыңдар. Енді тырнамай-ақ қояйын. Жолдарың болсын. Өмірден бұдан да биіктерге көтеріле беріңдер. Бақытты болыңдар. Бала-шағаларың аман болсын. Ұрулы ел, ұялы тірек болыңдар. Ал енді мен өлең оқуды Жамал тәтеге бергенмін. Сондықтан осындай тілек айтам. Енді осы апайларым сөйлеп біткеннен кейін менің үлкен немерем сіздерге музыкалық сәлем жолдайды. Ернар. Құрметті түлектер, 99 жылғы сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Мен осыдан 20 жыл бұрын тура сендердей жаста екенмін. Қазір қарасам, енді 1-2 жылда зейнеткерлікке шығайын деп отырмын. Сендерді көріп мен балалық кезең, жастық кезеңім есіме түсіп отыр. Сендердің орындарың ерекше мен үшін. Осы жаңағы 91 жылы Оралхан Досым атындағы орта мектепке келген екем. Содан бері алдымыздан қаншама түлектер өтті. Бірақ осы 99 жылғы түлектерді мен жылдар бойы 20 жылдықта осы кездескеніме өте қуаныштымын сендерді көргенде. 20 жыл бұрын жаңағы аяулы ұстаздармен, мектептермен қоштасып кетіп едіңдер. Бүгін ұрпақтарыңмен келіп, отбасыларыңмен келіп отырсыңдар. Сендерді көріп мен шын марқайып отырмын. Сендермен ылғи да мақтанамын. Кешегі күннен бастап көре салып бірінші Индираны көрдім. Индираны мен мысалы 20 жыл бойы жаңағы старосталарға айтып келген. Себебі Қабылбекова Индира 11-ші классында жаңа Батихан тәте айтты. 9 сыныпқа дейін Ақмарал болса, 9 сыныпта Захан тәте алғаннан кейін староста біздің осы Қабылбекова Индира болады. Индира артына бұрылып қараған кезде А класы тып-тыныш отырады. Содан кейін мен Б класына келетінді, А класын кішкене мақтайтынмын шынымен де. Б класының ұлдары кешігіп келеді, бірақ бастарын сипап ержандар осы азаматтар сөйтіп тұрады. Сонымен Захан тәте менің әдесімде кешке шейін таңертең сендерді түгендеуші еді. Шынымен сендерді мен қуанып отырмын. Өмірде жолдарың болсын, ұрпақтар, адам ұрпағымен мың жасайды дейді, ұрпақтардың көп болсын, жолдарың ашық болсын, әлі де 40 жылдықта кездесіңдер. Сонымен бірге бүгін мен әріптестерімізді көріп, үлкен ұстаздарды көріп өзім қуанып отырмын. Осы жерде ұстаздардың ұстазы деді, менің ұстазым Батихан апай келген екен, ең алғаш келген кезде. Содан кейін Алтын тәте еді, Алтын тәте енді ол көкпекте жатқан жер жайлы болсын. Ол кісінің баласы Серікті көріп, мен бағанадан бері қайта-қайта Алтын тәте өзімнің есіме түсіп отыр. Сол тек қана
жақсылықта кездесейік. Мен енді топ аман болыңдар. Адам жанының арашасы дәрігерлер шыққан екен, қанша дәрігер енді біреу 5 дейді, біреу 3 дейді. Мен Ақмаралды білемін, содан кейін Егенбаева өлтірді, және Айшолпан осы шоқушы жаңағы сол кезде бюджетке түскен. Жылдар бойы мен ылғи айтып келемін, өзімнің үлкен ұлымды да осы қыздар сияқты адам жанының арашасы дәрігер болуын қаладым, қазірде дәрігер. Сондықтан мен осы ұрпақтарың көп бол, тек жақсылықта тойда кездесе берейік. Көп рахмет. Я қадірменді бүгінгі мынау хан сарайында бас қосып отырған, барлығымызды басымызды қостырып отырған Орын Жандосов атындағы орта мектептің, қара шаңырақтың, киелі шаңырақтың 82 жылға туылған ер азаматтары, қыздарымыз, қарындастарымыз. Міне қазақ айтады ғой, тарихты құрайтын, қоғамды құрайтын тұлғалар болады. Сол тұлғаларды артына ерте білетін ұлы адамдар болады дейді. Міне сіздер бүгінгі осы керемет кештің кешелі бері Нарқол ауылындағы Жандосов атындағы орта мектептің атын аспанға шығарып, айдай-айдай жарқыратып, әлеуметтік желіде, басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып көріп жатқан тамаша кештердің куәсі болып жатырмыз. Рахмет сіздерге. Енді өткенді ойға алмасақ, болашақ бізге қайтып айналмайды дейді. Соның есесінде бағана өздеріңіз сынып кабинеттерін көрсек деп ниет етіп жатсыздар. Әрине көресіздер. Мынау енді 20 жыл ауданымыз келіп жатқанда біз 3-ші қабатты, былайша айтқан этажды 3-ші тоқсанда аяқтап 4-ші тоқсанда бастар кезде 2017-18 оқу жылында аудандық мекемелерге босатып бергенбіз. Сіздер оқыған сол қасиетті киелі сол кездегі жаңағы 3-ші қабатқа көтерілгенде лестницадан көтерілгендегі физика жаңағы француз тіл кабинеті қазір ол жерде Нұр Отан аудандық филиалының төрағасы отыр. Одан кейін қазақ тілі әдебиеті Зақан Тәтенің класы болатын. Сол жерде қазір білім бөлімі отыр, аудандық. Енді әрине бұл кластың қыздары да, бұл кластың ұлдары да маған етене жақын ыстық. Мен өзім өмір жолымды осы бір мекемеде бастап келе жатырмын. 98 жыл декабрьде әлі айтақыннан бірінші завуш болатын, жаңағы оқу завушы директорым Сұлтан Жарқынбекұлы Данашұлы болатын. Сол кісі жұмысқа қабылдап, мен тарих пәнінің мұғалімі ретінде 3 сағатпен қабылданған едім. Міне өмірдің өзі айтса таусылмайтын дүниелер көп қой. Осындай бізді тәрбиелеген асыл ұстаздарымыз, Али апай, Тұрсынхан тәтеміз болды, Зақан тәтеміз, әдістемелік завуш, бастаушыларды курьерлік ететін ол кезде. Сәлімжанова Тұрсынхан апайымыз болды, Көккөз Гүлдана тәтеміз 11-ші класында жетекші болды өздеріңіз. Тағы да басқа Ватиканда ол кезде зейнеткерлік демалыста екен. Ұстаздарымыз болды. Әрине өмір болғаннан кейін алмағы да болады, салмағы да болады, беретін де болады, бермейтін жылдар да болады. Ортамызда әрине жоқ ұстаздар да бар, мысалы. Ондай ұстаздардың әрине біздің көкірегімізде әрқашанда сақталады. Айтулы мерекелерде өзіміздің ұстаздар есінде тағы басқа құрандар бағышталып жатады. Енді мына құрметті түлектер 99 жылғы бітірген, айтылайын. Алған асылдарың көп болсын. Бүгін қандай жарасымды, бүгін қандай жұптарыңыз жазылмай жүрсе, өмірде осында қолдарыңыз мәңгілік ажырамасын. Мінез өмірдің көркі, мінез алдың тамаша көркемдік көрсеткен кішкентай бөпелер, сәбилер қандай тәтті. Осындай елімізде, мемлекетімізде тәттілеріміз көп болсын. Еліміз егемендігімен, тәуелсіздігімен әлемді мойындатып, сара жолды бастап жүре берсін. Еліміз аман болсын. Отбасыларыңызда береке, ынтымақ, жақсы қуаныштар бола берсін. Ауылдарыңызды ұмытпаңыздар. Туған жерге тұғырларыңызды тігіп, Нарқол ауылын, Жандосов атындағы орта мектептің шаңырағын, жаңа туын желбірете берсін. Рахмет. Мінекей, бақыт қайда барасың десе, тағат ғибадат тілегі осындай туыспен болған бірлігі берекелі үйге барамын дейді. Біз сіздер мен біздер бір берекелі шаңырақтамыз. Сондықтан да
бәріміз бір топырақтан осындай, сондықтан бір атаның баласымыз, сондықтан сіздер мен біздер жарасып осындай ауылымызды көркейтіп өсіріп жүруді алла нәсіп етсін баршаларыңызға. Ал ендеше осы апамыз айтқандай жаңағы ән айтуды мен табыстап қойғам деді. Енді бұл кісілер әнді той бастарда айтып үйреніп қойған. Енді кеше бір атам айтады, өлең айтайын балам рұқсат берсең дейді, айтыңыз ата десем, атам тұрады да мінгенім дейді да ұмытып қалады жаңағы. Мінгенім деп ұмытып қалады да апама қарайды. Апама қараған кейін аузына оралды деймін. Енді аузыма оралды айтайын дейді, айтыңыз ата деп жатыр мен. Мінгенім деп ұмытып қалса жаңа апам айтады, ай сорымыз жанау, үш рет ұмытып бір рет мінамай кеттің ау деп жаңа. Сол сияқты болмасын, апаларымның атынан немерелері ән шырқағалы отыр. Ардақты ағайын ендеше немерелердің әніне Sen de
Sarebbe bello se fosse me, fossi da donna americana.